Саламатсыздар ма оқушылар, сіздермен бірге Айнұр апай бүгінгі видеода 6 сынып математика пәнінің 2-тоқсандағы рационал сандарға амалдар қолдану тақырыбы бойынша БЖБ-ның 2 нұсқа есептерін ұсынамын. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеоны достарыңызға да жіберіңіздер. 2 нұсқада келесідей 4 тапсырма берілген. Бірінші тапсырманы қарастыратын болсақ, бұл жерде амалдар қолдану арқылы шығарамыз. Яғни бірінші жақша ол бірінші амал болады. Одан кейінгі шыққан санды көбейту екінші амал, одан кейін бөлу үшінші амал болады. Жеке есептейік. Бірінші амал минус 2,5 қосу 2,3 тең. Бұл жерде енді минус 2,5-іміз ондық бөлшек болып тұр. Оны жай бөлшекке айналдыратын болсақ, минус 0,5 дегеніміз ол 2-ден 1 болады. Мына жер көрсетейін. 0,5 дегенді 10-нан 5 деп жазуға болады. 10 мен 5 екеуде 5-ке қысқарса 1 және 2 қалады, яғни 2-ден 1 болады. Сонда міне 0,5-тің орнына 2-ден 1 деп жазсақ болады. Қосу 2,3-1. Ортақ бөлімге келтіреміз. 2 мен 3-тің ортақ бөлімі 6, сондықтан бірінші бөлшекке 3-тен, екінші бөлшекке 2-ден береміз. Сонда минус 2,6-дан 3 қосу 2,6-дан 2 болады. Енді сандардың таңбалары бір-бірінен қарама-қарсы болғандықтан бұларды азайтамыз. Минус 2 плюс 2 0 бүтін болады. 0 жазылмайды, сондықтан бірден бөлшек сызығын сызып кетеміз. Бөліміндегі 6-ны жазып қоямыз. Ал алымында минус 3 плюс 2. Минус 1 болады. Минусты бөлшектің алымына жазамыз да, 1-ді алымына жазамыз. Сонда минус 6-дан 1 шығады. Енді екінші амалда осы минус 6-дан 1-ді көбейтеміз. Минус мына жерде 5,7 дегенді бұрыс бөлшекке айналдырып алайық. Себебі бізде бөлшек көбейтіліп тұр. Бөлімінде 7 жазылады. Алымын табу үшін 5-ті 7-ге көбейтеміз. 35. 35-ке 1-ді қоссақ 36 болады. Бөлшектер көбейтіліп тұрғандықтан қысқарту амалын жүргізуге болады. 6 мен 36 қысқарады. 6-ның орнында 1, 36-ның орнында 6 қысқарады. Басқа бізде қысқаратын сандар жоқ. Енді бір-біріне көбейте беруге болады. Минус пен минусты көбейтсек плюс болып кетеді. Сол себепті плюсты жазбаймыз. Алымын алымына көбейтеміз. 1-ді 6-ға көбейтсек 6, 1-ді 7-ге көбейтсек 7. 7-ден 6 шығады екен. Енді үшінші амалда осы 7-ден 6-ны бөлуіміз керек. 1,3-тен 1-ге. 1,3-тен 1-ді 1-ден бұрыс бөлшекке айналдыратын болсақ, ол бізде 3-тен 4 болады. Және бөлу кезінде біз қысқарта алмайтындықтан 7-ден 6 деп жазып қоямыз да, бөлудің орнына көбейту, көбейтуден кейінгі тұрған бөлшекті кері санға айналдырамыз, яғни 4-тен 3 дейміз. 6 мен 4-ті қысқартуға болады, екеуді 2-ге бөлінеді, 4-тің орнында 2, 6-ның орнында 3 қалады. Басқа қысқартылатын сандар жоқ, сондықтан алымы мен алымын, бөлімі мен бөлімін көбейтеміз. 3-ті 3-ке көбейтсек 9, 7-ні 2-ге көбейтсек 14. Сонда есептің жауабы 14-тен 9 болады екен. Келесі екінші есеп, өрнектің мәнін табыңыз. Бұл жерде бізде периодты ондық бөлшек берілген. Периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдырып аламыз бірінші. Жай бөлшекке айналдыру үшін алымында үтірден кейінгі сандарды жақшасыз жазамыз, яғни 237, азайту. Енді үтір мен жақшаның арасындағы санды азайтамыз, 23. Ал бөліміне келетін болсақ, бөлімін жазу үшін мына жақшаның ішіне қараймыз. Неше цифра тұрса, сонша 9 қоямыз. Бізде 1 цифра, яғни 1 9. Үтір мен жақшаның арасында неше цифра тұрса, сонша 0 қоямыз. Бізде 2 цифра тұр, сондықтан 2 0 қоямыз. Қосу. Ары қарай көшіріп жазамыз. 450-ден 43. Бөлімінде дәл сондай. Ондық периодты бөлшекті жай бөлшекке айналдырамыз. Ол үшін үтірден кейінгі сандарды жақшасыз жазамыз, яғни 561. Одан азайтамыз үтір мен жақшаның арасында тұрған санды, яғни 5-ті. Бөлімін жазу үшін жақшаның ішінде неше цифра бар, сонша 9 жазамыз бірінші. Одан кейін үтір мен жақшаның арасында неше цифра бар, сонша 0 жазамыз. Яғни 1-0. Азайту 495-тен 113 деп көшіріп жазып қоямын. Енді бөлшектің алымындағы бөлшектерді өз алдына жеке, бөліміндегілерді өз алдына жеке есептейміз. Алымындағы бөлшектерді ортақ бөлімге келтіретін болсақ, бұл жерде бөлімінде 900 және 450 тұр, ортақ бөлім 900 болады. Сондықтан бірінші бөлшекке 1-ден, екінші бөлшекке 2-ден береміз. Ал бөліміндегі бөлшектердің ортақ бөлімі 990 болады, сондықтан бірінші бөлшекке 1-ден, екінші бөлшекке 2-ден береміз. Енді жеке-жеке есептейік. Алымында
Ортақ бөлімі 900 дедік. Жазып қояйық. Енді 237-тен 23-ті азайтсақ, 214 болады және оны 1-ге көбейтсек, 214 қосу 43-ті 2-ге көбейтсек 86. Ал бөлімінде ортақ бөлімі 990, 561-ден 5 азайтсақ 556, оны 1-ге көбейтсек 556 деп жазамыз. Және екі бөлшектің арасы минус болғандықтан азайту 113-ті 2-ге көбейтсек 226. Сонда алымында 900-ден 214-86-ға қоссақ 300 шығады. Ал бөлімінде 990-нан 556-дан 226-ны азайтсақ 330 шығады. Енді алымы мен бөлімін жеке-жеке нөлдерін қысқартамыз. Мына жерде екеуінің нөлдерін қысқартып жүруге болады. Ал мына жерде бір нөлден бар, оларды да қысқартамыз. Сонымен қатар бөлімінде 33 пен 99 екеуі де 11-ге бөлінеді. 33-тің орнында 3 қалады, 99-дың орнында 9 қалады. Сонда алымында 9-дан 3 қалды, ал бөлімінде 9-дан 3 қалды. Сонда қарап отырсақ, міне 9-дан 3-ті 9-дан 3-ке бөл деген сөз. Бірдей санды өз-өзіне бөлсек, есептің жауабы 1 шығады. Келесі үшінші тапсырма. А қосу Б көбейту С, ол тең АС қосу БС көбейтудің үлестірімділік қасиетінің орындалатынын мына сандары арқылы тексеріңіз дейді. Олай болса, бірінші мына теңдіктің сол жағын есептеп алайық. А қосу Б көбейту С болған кезде сандарды қойғанда мәні неше болады, соны есептеп алайық. А-ның орнына 0,3 қосу Б-ның орнында минус 0,2. Осы қосылғышты көбейтеміз С-ға, яғни минус 0,8-ге. 0,3-ке минус 0,2-ні қоссақ, 0,1 болады. Және оны минус 0,8-ге көбейтетін болсақ, минус 0,8 шығады екен. Яғни мына жерге жазып қояйық, минус 0,8. Енді теңдіктің оң жағындағы АС қосу БС болған кездегі мәнін тексереміз. А-ның орнында 0,3 көбейту С-ның орнында минус 0,8, қосу Б-ның орнында минус 0,2, көбейту С-ның орнында минус 0,8. 0,3-ті минус 0,8-ге көбейтетін болсақ, минус 0,124 шығады. Және мына екі теріс санды бір-біріне көбейтсек, оң сан шығады, яғни плюс деп қоямыз. 0,2-ні 0,8-ге көбейтсек, 0,116. Минус 0,124 плюс 0,116 минус 0,108 шығады екен. Яғни теңдіктің оң жағында да минус 0,108 шықты. Онда мына түрдегі көбейтудің үлестірімділік қасиеті орындалады деп айтамыз. Келесі төртінші есеп. Алма бір сан ойлады. Осы саннан минус 0,8-ді алып, нәтижесін 1,15-ге көбейткенде 10,2 саны шықса, бастапқыда қандай сан ойлаған дейді. Бастапқыда ойлаған сан белгісіз, x деп аламыз оны. Енді арғарай мәтін бойынша жүреміз. Осы саннан минус 0,8-ді алып дейді. Яғни осы саннан азайтамыз минус 0,8-ді. Және шыққан нәтижесін 1,15-ге көбейткенде дейді. Көбейтеміз 1,15-ге. 10,2 шыққан екен. Теңдеуіміз құрастырылды. Енді осы теңдеуді шешейік. Жақшаның ішін ашамыз. X, мына 2 минус 1,1-мен плюс болып кетеді. Қосу 0,8. Мына 1,15-ті теңдіктің екінші жағына ауыстырамыз. Көбейту болып тұр. Екінші жаққа барғанда бөлу болады. Яғни 10,2-ні бөлеміз 1,15-ге. Сонда X қосу 0,8, ол тең 10,2-ні 1,15-ге бөлсек, 6,8 шығады. Енді 0,8-ді де теңдіктің екінші жағына ауыстырамыз. Сонда x тең 6,8. Мына жерде плюс болып тұрғандықтан, келесі жаққа барған кезде ол минус болады. Яғни азайтамыз 0,8-ді. Сонда x жауабымыз 6-ға тең болады екен. Балалар, осымен бүгінгі қарастыратын есептеріміз аяқталды. Есептердің шығарылу жолы түсінікті болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеоны достарыңызға да жіберіңіздер. Себебі бұл видео сіздерге алда келе жатқан жобаларда пайдалы болуы мүмкін. Ал мен сіздермен келесі видеоға дейін қоштасамын. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге болған Айнұр апай, оңай математика каналы.